Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мектеп жасына арналған қыздарға осындай ақ фартук тігеміз. Фартугымыздың алдыңғы жапқышы 2 қабаттан тұрады, және иығындағы осындай желбіршектері де 2 қабаттан тұрады. Менің каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығымызға түсінікті болу үшін фартук деп айта берейін. Бізге керегі атлас немесе тафта. Атластың жұқа болса, дублерин немесе флизелин керек. Ал жапқышына фатин, тор немесе сетканы қолдануға болады. Бұл бөлшек біздің беліміз, белдік, белбеуі. Осында алдыңғы жапқыш бөлігі орналасады. Соның орнын белгілеп аламыз. Біз тура ортасынан екі жағына 20-20 сантиметрден беріп, орынды белгілеп қоямыз. Келесі 2 бөлшегіміз иығы. Бұнда біздің желбіршектеріміз орналасады. Барлық бөлшектер тігіске берілетін қосымшамен қосылып беріліп отыр. Былайша айтқанда, бұл фартуктың лямкасы. 1,5 сантиметр осы төменгі жағынан қалдырамыз да 20-25 сантиметр осылай белгі қойып қоямыз. Бұл біздің желбіршегіміздің аяқталатын орны. Келесі иығымызға арналған желбіршек. Бізде желбіршегіміз 2 болады. Бұл үлкені. Бұның ені 13 сантиметр болады да, ал келесі желбіршектің ені 11 сантиметр. Фатиніміздің ені 3 метр. Бұл енді алдыңғы желбіршек. Желбіршегіміз алдыңғы жапқышымыз. Бұл бізде 1 дана болады, бірақ оны тіккенде біз 2 қабаттап тігеміз. Енді алдымен жұмысымызды желбіршектерден бастаймыз. Жалпақ және жіңішке желбіршекті бірін үстіне бірін қойып, 2 түзу тігіс жүргіземіз. Бұл біздің желбіршектеріміздің әдемі жиырылуына септігін тигізеді. Осылай 2 қатар тігіс жүргізіп алдық. Енді алдыңғы бөлігіне кірісейік. Алдыңғы бөліктің 3 метр ұзындығын ортасынан 2-ге бүктеп, үстінен түзу тігіс жүргіземіз. Кейін осы бүктелген жерді қайшымен қиып 2 қабатқа бөліп тастаймыз. Видеода көрсетілгендей бүктелген қырынан қайшымен қиып аламыз. Алдыңғы жапқыштың көлемі үлкен болса, ол әдемі көрінеді. Сол үшін де 2 қабат қылып жасап отырмыз. Жаңа алдында тіккен тігістің қасынан тағы да 1 тігіс жүргіземіз. Кез келген бұйымды жинағанда осылай 2 тігіс жүргізіп жинау керек. Сол кезде майда әдемі жиын пайда болады. Енді лямканы иығымызды желбіршекпен қосуға дайындаймыз. Лямканы ортасынан бүктеп, үтіктеп аламыз. 2 бөлікті де осылай дайындап аламыз. Енді белін аламыз және алдыңғы бөлігіне белгілерді қойып аламыз. Ортасын және 2 жағынан 20-20 сантиметрден берген белгілерді қойып аламыз. Желбіршектеріміздің жібін тартып, әдемі қылып жинаймыз. 1 келкі болу керек. Енді осыны лямкаға қоямыз. Жаңағы төменгі жағын өлшеп алдық, 20 сантиметр қалдырып. Және атласты үстіне қойып, фатинді астына қойып тігеміз. Солай ыңғайлы болады. Түзу тігіс тігіп шығамыз, бір-біріне қосып. Және жаңа белгілеп алған
белгіге дейін тігеміз. Ол біздің желбіршегіміздің бітетін жері. Қойып, бір-біріне қарап, түзулігін осылай көріп аламыз. Енді бізге лямкамыздың артқы жағының ұшы бар. Осыны өңдеп алайық. Ол үшін оны теріс айналдырып, осылай тігіп шығамыз. Лямканы оң аударып, артық жерлері болса кесіп, оң аударып, бұрышын шығарып аламыз. Жаңа инемен қадап алған жеріміздің үстінен 1 немесе 2 миллиметр түзу сызық жүріп өтеміз. Бұл біздің лямкамыздың оң беті болады. Міне біздің лямкамыз, иығымыз дайын. Жиырылуға берген тігістеріміз осылай көрініп қалса, оларды осылай тартып ала саламыз. Өйткені олар бос тұрған тігістер. Міне біздің 2 лямкамыз да дайын. Енді лямканы беліне қосуға кірісейік. Алдымен алдыңғы бел бөлігін, ортасын белгілеп аламыз. Және бүктелген жерінде, үтікпен бүктеген жерін осылай 2 лямканың қойып, соның енін алып, дайындап сызып аламыз. Және осы жерінен түзу қылып, қайшымен кесіп алу керек. Осылай қиып, тура осы 2 лямка кіретіндей. Осылай 2 лямканы инелермен қадап аламыз. Немесе инемен қол тігісі арқылы тігіп шықсақ та болады. Енді осы жерден үстінен 3 миллиметр қылып тігіп шығамыз. Тігісті бастар кезінде 1 миллиметр қылып бастаймыз да, аяқтайтын жерінде де сол 1 миллиметрмен аяқтаймыз. Инелерді алуды ұмытпаңыздар. Осылай түзу тігіп шығамыз. 3 миллиметр қылып, және бітетін жері аяғын 1 миллиметр қылып әкеп бітіреміз. Міне біздің лямкамыз беліне қосылды. Ішіндегі артық жерлерін түзу қылып кесіп аламыз да, жаңа тіккен тігісіміздің үстінен 1 миллиметр қылып түзу тігіс тігіп шығамыз. Лямкаларды қатты ұсталып тұру үшін.
Кезегimiz алдыңғы жапқышты орналастыруға келді. Белдегі белімізді осылай үтіктеп дайындаймыз. Жаңа 40 сантиметр жерді үтіктеп ішке қарай қайтарып алдық. Белдігіміздің ұшын жаңа лямканы қалай өңдедік, тура солай өңдейтін боламыз. Теріс бетіне айналдырып алып, осылай тігіп шығамыз. Осылай артық жерлерін кесіп, бұрышын шығарамыз, артық жіптерін кесіп ұстаймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші белдігінде қалай өңделуін көрсетуді жөн көрдім. Екінші белдігімізді де алдыңғы белдік сияқты тігіп алып, артық жерлерін кесіп, бұрышын шығарып, оң бетіне аударып аламыз. Бізде екі белдігі де дайын болды. Енді беліне алдыңғы жапқышты қосамыз. Ол үшін алдыңғы бөлікті жиырып аламыз да, ортасын тауып алып, белдің ортасын тауып, екеуін бір-біріне сәйкестендіріп осылай қосып аламыз. Оны да ине арқылы немесе қолмен көктеу арқылы қоссаңыздар болады. Бұл жаңа біздің қалдырып кеткен 40 сантиметр жеріміз тігілмей қалған. Сол жерге алдыңғы жапқышты қостық. Осылай мұқият қарап тігіп аламыз. Үстіңгі қабатымен осылай жабамыз да 1 миллиметр қылып тігіп шығамыз. Бұл біздің оң бетіміз болып саналады. Белбеуімізге жапқышты осылай жақсылап қосып тігіп аламыз. Біздің фартугымыз осымен дайын болып қалды. Енді лямканың ұзындығын өлшеу үшін тігіп отқан адамға кигізіп өлшейміз. Бірінші белін байлап аламыз. Одан кейін осылай лямкаларын белбеудің астынан өткізіп, инемен қадап белгілеп аламыз.
осылай белін байлап, белін шешіп, тексеріп көреміз. Енді осы жерде екі түрлі әдіспен тіксеңіздер болады. Ол біріншісі осы белбеуге жылжымайтын қылып қатты тігіп қою, ал екіншісі осылай белбеуде ары-бері жылжып, екі жаққа қарай ауыстырып тұрсаңыздар болады. Артын не айқастырып, не тіке қылып тағуға да болады фартукты.